Таң атып, аспанның түсі ақшыл түске боялған сәтте, мен де ұйқымнан оянып, жаңа күнді қарсы аламын. Күннің алғашқы алтын сәулелері жерге түспей жатып, менің таңғы әдетім басталады. Ал бұл қаланың таңғы көрінісі. Ауыл мен қаланың басты айырмашылығы өмір салты мен қоршаған орта. Ауыл таза ауа, табиғатпен тығыз байланыс, тыныштық пен қарапайымдылық мекені. Мұнда адамдар негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Табиғаттың берген несібесін қолыма ұстап, үйге қарай таңғы асымды дайындауға кірісемін. Бұл ауыл өмірінің бір ырысы, күн сайынғы қарапайым, бірақ көңілге жылулық сыйлайтын сәт. Қала үшін таң жаңа қарбалас күннің бастамасы. Әркім өз жолымен, өз мақсатына қарай асығады. Күн көкжиектен көтерілісімен қырдағы малшылар аттарына мініп, жайылымға бет алады. Ауылдың таңы тыныштық емес, берекелі тіршіліктің, тынымсыз еңбектің белгісі. Әр атқан таң адал еңбекпен келген несіменің бастауы. Қала қарбалас өмір, биік ғимараттар, дамыған инфрақұрылым және сан түрлі мүмкіндіктер орталығы. Мұнда жұмыс орындары көп, өмір ырғағы жылдам, бірақ экология мен тыныштық тұрғысынан ауылдан ерекшеленеді. Қорытындылай келе, ауыл табиғат пен үйлесімді, тыныш өмірді ұнататындар үшін ыңғайлы болса, қала білім алу, жұмыс істеу, дамуға мүмкіндік беретін орталық болып саналады. Әр қайсысының өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Ал сізге қайда тұрған ұнайды? Ауылда немесе қалада? Төменге комментарияға жаза кетіңіздер.